Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге дәмі керемет тілі үйретін десятка салатының рецептімен бөлісейін деп тұрмын. Ол үшін барлық қоспаларды 10 данадан аламыз. Қызыл бұрышты осылай 4 бұрышты кубик етіп турап алдым. Негізі бұл салатты барлығын үлкен етіп турау керек, ал менің отбасыма қатты үлкен ұнамайды, сондықтан мен майдалау қылдым. Баклажанды ұзынша сопақ етіп турап шықтым. Пиязды да орташа қалыңдықта турап шықтым. Барлық қоспаларын алдын ала турап қойдым. Енді қазанды қыздырып, майын құямыз. Негізі қысқы салаттарды сырттағы ошақ қазанға дайындаса дәмдірек болады, ал мен аз ғана жасағандықтан газға жасадым. Десятка салатының жасалу жолын әркім әрқалай жасайды. Біреулер барлығын араластырып бұқтыра салады. Ал мен әрқайсысын жеке-жеке қуырып алдым, дәмдірек болу үшін. Ал енді пиязымыз қуырылғанша қызанақтарымызды турап алайық. Мен қызанақтарды орташа үлкендікте болғандықтан 20 данасын қолдандым. Біз қызанақты турап болғанша пиязымыз қуырылып қалыпты. Мен көкөністерді қатты қуырмадым, аз-аздан қуырдым. Пияздың үстіне қызыл бұрышты салып, оны да бірге қуырамыз. Қызыл бұрышты да аз ғана қуырып, оның үстіне қызанақты саламыз. Салып болған соң барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып жай отқа қоямыз. Міне біздің салатымыз әдемі қуырылып жатыр екен. Енді оның үстіне баклажанды салып, жақсылап араластырып, тағы да бетін жауып 10 минутқа қоямыз. Ал салатымыз жақсылап әдемілеп қайнап жатыр екен. Енді оның үстіне дәміне қарай тұз бен қантын саламыз. Қантын көбірек қоссаңыздар, қызанақтың қышқылын басып, дәмі жақсырақ болады. Тұз бен қантын салып, бір бұрқ еткізіп алған соң, сарымсақ пен туралған аскөктерді қосамыз. Дайын болған салатты алдын ала буланып қойылған банкаларға салып шықтым. Менде осы құрамы бойынша 5 литр салат шықты. Видео ұнаса, менің каналымның дамуы үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет.